Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз міне алдында көрдіңіздер, мына жерін стешке кафелін жапсырып тастадық. Есіктерін қойып жатырмыз. Айта кетерлік, бұл есіктерді Ақтаудан алдық, Сақ базарынан 120 мыңнан. Есіктің өзі болса, коронасымен, ручкасымен 150 мыңнан түсті ғой, әр есік. Алдағы уақытта салатын боламын, полный біткенін, есіктерін. Стеклянный кухняға осындай есік алдық. Мына жақ кладовка. Және осындай ручкалар алдық, 5,5 мыңнан. Есіктің сапасы өте жақсы. Салмағы ауыр. Жақсы, енді есіктің маманы емес, мен андай мұндай деп айта алмаймыз, бірақ өзіме ұнады. Бағасы да жақсы ғой енді. Мына жақтың есігін енді саламыз. Полный біттік. Полын барлығын төсеп қойдық. Әр бөлмені осында отдельно қылып, табалдықтан бөліп, сазыр қалдырдық мына жерге. Мынандай темірлер қоятын боламыз. Құдай қаласа аз қалды, күтіңіздер. Есіктерін қойып біткеннен кейін жан-жақтарын жауып бітеп, краска жұмыстарын бастаймыз. Мына жағы осындай кафель, мына бет жағы ламинат паркет. Мына жақта кухонный гарнитур тұрады. Және де бізде әлі қызықты нәрселер бар. Мына жер ТВ зона. Осы жерге гипти мрамормен жаңа бір дизайн жасайтын боламыз. Және де мына стенаны аяқтайын біз жатырмыз енді. Ренжіместер. Мына стенаға да бұл жерде де телевизор тұрады, зал болса да. Осыны гипти мрамормен узор жасайтын боламыз. Күтіңіздер, біз әлі толық тағы да видеолар салатын боламыз. Шашылып жатыр енді, ренжімеңіздер. Стройка жұмыс қой енді. Мына төбесі осындай. 3D потолок. Мына жағы ПВХ материал. Мынау гипс. ПВХ материалды енді қалай заказ беруге болады дейді. Тұрғылықты жерге байланысты сұрастырсаңыздар шығуы мүмкін. Бағалар әрқайсысы квадратный әртүрлі. Сол жерге байланысты.